Көп адам дүниеге бой алдырған, бой алдырып аяғын көп шалдырған. Өлді деуге бола ма, ойлаңдаршы, өлмей тұғын артына сөз қалдырған деп, төрелігін өзі шешкен Абай, сіздер оқығансыздар, білесіздер Абай ағамыздың шын аты қандай? Абай кім? Ол ақын, жазушы, ғылым. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін, жоқ барды ертегіні термек үшін, көкірегі сезімді түн орамды, жаздым үлгі жастарға бермек үшін, бұл сөзді тасырып бас талаптыға, көңілінің көзі ашық сергек үшін, түзу киіз қисық қымыр қырын келмей, сыртын танып іспеттес сырын көрмей, шу дегенде құлағын тосан сүйді, өскен соң мұндай сөзді бұрын көрмей, таң қаламын алдың айтқанды оқпай және айта бер дейді жұрт тыным бермей, сөз айттым әлі айдаһарсыз, бұнда жоқ алтын иек сарала қыз, кәрілікті жамандап өлім тілеп, болсын деген жер жоқ жігіт арсыз. Ғылым таппай мақтанба, Абай құнама, ғылым таппай мақтанба, орын таппай бақтанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлеуге, бес нәрсеге қашық бол, бес нәрседен асық бол, адам болам десеңіз, тілеуін өлімнің алдында, оған қайғы жесеңіз, өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер, мал шашпақ, бес дұшпанны білсеңіз, талап, еңбек, терең ой, қанағат, рахым ойлап қой, бес асыл інсінсеңіз. Жазда ұлының шілде болғанда көкірай шалғын бәйшеше, ұзарып өсіп толғанда көкірек жатқан өзенге, көш бауы қонғанда шұрқыратып жатқан жылқының шалғаны жолын қылтырдап ат айғалар кезде. Үйегі шығып ыңқылдап суда тұрып шығындап, құйрығымен шапылдап арасында қолын ұтай, айылына шу құзылдап жоғары көмекейге қас, ұшып тұрса сымылдап қыз келіншек үй түгел бұрала басып ақылдап, ақ білегін сыбынып, әзілдесіп сыңқылдап мал ішінен